Мен бүгін Microsoft, Nvidia, Amazon компанияларына анализімді жасап, дайындалып отырым. Техникалық анализімді жасап, қазір сағат 20:00 премаркеттің уақыты. Тренд сызықтарын сызып, қазір 20, 25, 20, 30-дарда, 8:30-дарда ашылады биржа. Сол уақытқа дейін күтіп отырмын. Мына жерде қазір бізде биржа ашылмаса, ешқандай позиция аша алмаймыз. Қазір көрсетейін. Міне, позиция ашылмайды. Ашылмайды. Күтуіміз керек. Постмаркет, праймаркет деген болады. Мына жерде көк сызықтар постмаркет. Одан кейінгі цвет премаркеттің уақыты. Күтеміз. Күнде кешкісін анализіміз жасап дайындалып отырамыз. Мен мына жерде Microsoft компаниясы бірден өсіп бастаған соң лонг аштым 1000 акциямен. Осы жерден 380-21 дегеннен лонг аштым. Take Profit'ті тренд сызығына жақындатып қойып жатырмын қазір. Стоп лосты 378-28-ге жылжыттым. $740 жабылады, егер де біздің Take Profit'ке жететін болса, осы жерден өтетін болса. Nvidia компаниясын әлі ешқандай позиция ашқан жоқпын. Шортқа кететін болса, осы жерден продать дегенді басып, шортқа кірсек болады, бірақ қазір күте тұрайық. Amazon компаниясының акциясы. Бұл жерде де әлі позиция ашқан жоқпын. Қазір күтем. Әзірге тек Microsoft компаниясынан тек қана лонг позиция аштым. Мына жерде стопты кішкене жылжытып қоям. Өйткені өсіп жатыр баға. Рискімді азайтып қойып жатырмын. Егер де құлап кететін болса, тағы да сәл төмен жылжытам стопты. Осылай өздеріңіздің позицияларыңызды ашып қойып, күтіп отырасыздар. Стопты кішкене жылжыттым, өйткені қатты жақындатып жібердім жаңа. Әзірге баға шортқа кетіп жатыр. Тренд сызығын бұзып кететін болса, шорт позиция ашу мүмкін. Бірақ әлі тренд сызығына жеткен жоқ. Баға екі аралықта жүр. Мына жерде де баға екі аралықта жүр. Әлі позиция ашуға келмейді. Мына жерден шортқа жоқ, бір акциямен ашылып кетті, қайттан өшірдім. Алдыңғы видеода айтқан болатын, бір акциямен ашудың қажет жоқ. Әлі уақыт бар, биржа енді ғана ашылды. Кішкене күтеміз. Позиция ашуға асықпаймыз.
қайта осылай кезек ауыстырып рынокты бақылап бағаның өскен түскенін қарап отырасыздар. Amazon компаниясы тренд сызығын бұзып кетіп жатыр. Мына жерде қарасаңыздар, сатып алушылар мен сатып жіберушілердің күресі болып жатыр. Свеча біресе жасыл, біресе қызыл. Егерде сатып жіберушілер көбейіп кететін болса, онда баға түседі. Егер сатып алушылар көбейетін болса, мына жердегі қызыл свеча қазір жасылға айналады. Может, осы жерден поддержка алып, жоғарыға қарай көтеріліп кетуі мүмкін баға. Бізге точка выхода, точка входа іздеу керек. Мүмкін лонг ашуымыз мүмкін. Лонг позициясын ашамыз, өйткені баға мына жерден поддержка алған сияқты. 100 акциямен бірінші позицияны ашып алдым. Қазір take profit пен stop loss'ты қойып шығамын. Take profit'ті 483-те 19-ға қойдым. Stop loss'ты 480-де 20-ға қойдым. Изменить дегенді басамыз. Amazon компаниясының акциясы құлап жатыр. Стопты кішкене төмен жылжытып қоя салайын. Өйткені баға құлап жатыр екен. Осылай күнделікті трейд жасап, рынокты бақылап отырамыз, күтіп. Мына жердегі 5 минуттықпен қарап отырмын. Бұл жерде әрбір свеча өзінің 5 минуттағы қозғалысын білдіреді. 5 минут сайын жаңа свеча ашылып отырады. Так, дневнойға қойдым қазір. Егер түсетін болса, төменге қарай қай тренд сызығына дейін барады екен. Түсетін болса, осы жерден, дәл осы жерден түсе беретін болса, шортқа кете беретін болса, онда шортқа біз 100 акциямен 145-те 32-ке take profit'ті қойдым. 149-ға stop loss'ымды қойдым. Stop loss сары, 149-да 53-те тұр. 100 акциямен кірдім. Microsoft өсіп жатыр екен. Тренд сызығынан жоғары кетіп қопты, take profit'іміз кішкене төмен түсірдім. Рискімді азайту үшін stop loss'ты жоғары жылжыттым. Өйткені неге? Баға өсіп жатыр. Баға өскен сайын stop loss'ты жоғары жылжытып, рискті азайту үшін кішкене жоғары көтеріп отырам. Так, біздің бағаға жетті. Плюс $460 мен біздің позициямыз жабылып қалды. Енді Nvidia компаниясын көреміз. Баға төменге қарай түсіп жатыр екен. Стоп лоссты кішкене төмен жылжыттым. Егер лонг болатын болса, стоп лоссты астынан жоғары жылжытып отырамыз. Егер шорт позиция ашқан болсаңыз, стоп лоссты жоғарыдан төменге қарай жылжытып отырасыздар. Так, мына жерде бізде бір позиция жабылып қалды. Так, енді Microsoft көрейік, мынау дальше лонгқа кете ма или түсе ме екен. Қазір дневнойға қойып көрейін. Так, дневной. Microsoft
бұдан артық бармаған. 381 деген баға болмаған Microsoft'та. Алдыңғы анализдерге қарап отырмын да, енді алдыңғы күндерге қарап анализ жасайсыздар негізі. Получается, бұл 381 достаточно өсті. Енді мынадан былай қарай ол түседі. Поэтому мен шорт позиция ашам. Тағы да 1000 акциямен жаңа лонгқа кірдік қой. Енді мен түседі деп ойлап отырмын. Шортқа кіреміз. Стоп лосс пен тейк профитті қойып аламыз. Стопты 382-ге қойдым. Тейк профитті 378-ге қойдым. Так, Nvidia компаниясы өсіп жатыр. Amazon. Бізде Nvidia-дағы ашқан позициямыз минус $186 жабылып қалды. 186 жабылып қалды. Біз шорт ашқан ек, потому что Nvidia лонгқа кетіп қалды қазір. Стопты өзгерттім. Енді позиция ашу үшін кішкене күтеміз. Microsoft. Стопты өзгерттім. Міне бір жерлерден шортқа кету мүмкін. Стоп лосс, тейк профитті 477-те 48-ге қойдым. Стоп лоссты 475-ге қойдым. Жоқ, 485. Тағы да бір позиция аштым қазір Nvidia-дан. Баға шортқа кетіп жатыр. Менің ойымша төменгі тренд сызығына дейін құлайды деп ойлап отырмын. Amazon құлап жатыр екен. Қаз көрейік, егер құласа қажет. Міне бір жерлерден бағаны ары қарай бұзып кете алмаған. Егер де түссе, осы тренд сызығына дейін, осы жерлерге дейін баға түседі. Microsoft құлайды деп ойлап отырмын. 379-ға дейін құлайды деп ойлап отырмын. Так, Nvidia-да тағы да біздің позициямыз жабылды. Nvidia-да енді плюс $66 мен жабылды. Жаңа $186 минусқа кетті қой, қазір жаңадан ашқан позиция бойынша плюс $66. Енді Amazon-ды көрейік. Стоп лоссты кішкене төмен жылыштамын. Так, дневнойға қойып көрейік. Amazon-нан қандай позиция? Nvidia-ны қазір мен дневнойға қойып көріп жатырмын. Егер түсетін болса, қай жерге дейін түсеткен? Мына бір жерге дейін келуі мүмкін. Егер түсетін болса, қазір 5 минутқа ауыстырып дұрыстап көрейін. Анықтап. Мына тренд сызығын бұзып кетті. Егер де түсетін болса, төменге тренд сызығына түседі. Microsoft құлап жатыр. Amazon лонгқа кетіп жатыр. Түсіп жатыр, мына бір жерден поддержка алды. Лонг позиция ашамыз Nvidia-дан. Менің ойымша мына бір жерден поддержка алып жатыр Nvidia. Лонгқа кетеді. Стоп лоссты төменге жылжыттым. Ашқан позицияларыңызды кезек-кезек алмастырып қарап отырасыздар.
бағаны бақылап отырасыздар. Microsoft қайттан өсіп жатыр, бірақ вряд ли. Мына жерде біз шорт аштық, бірақ баға лонгқа кетіп жатыр ғой. Мына жерге дейін құлауы мүмкін. Егер құласа, плюс $1430 пайдамен жабылады. Кішкене қалды. Құлайды, мне кажется, құлайды. Так, мына жерде бізде күтеміз. Мына жерде стопты жылжытып қойдым мен. Егер жабылып қалған жағдайда плюс $730 жабылады. Жабылса да пайдамен жабылады. Мына жасыл сызықтың фитиліне дейін келген екен баға. Сол үшін мен Take Profit'ті жасыл сызықтың фитиліне дейін өзгерттім. Nvidia'дағы позициямыз жабылды. Так, мына жерде плюс $720. Біздің стоппен жабылып қалды. $720 жабылды. Так, енді Amazon'ды қараймыз. Уже 1 сағат болды мен отырғаныма. Рынок ашылған кезде волатильность жоғары болады. Позицияларды тез ашып үлгеру керек сол уақытта. Уже сағат 10-9-дарға қарай уже волатильность азаяды. Так, мына жерде плюс $720, плюс $66, плюс $460. Мына жерден датаны көрсеңіздер болады. Мына 28-11-2023 жыл деп тұр. 20-дан 37 кеткеннен бастап ашылған позициялар. Мына жерде 28-11-20-дан 46 кеткен кезде ашылған позиция. 28-11-20-дан 54 кеткен кезде жабылған, плюспен жабылған.